Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ет қосылмаған ащы тәбет ашатын өте керемет дайындалуы тез салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен арнаға тіркеліп үлпіл қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көріңіз, сонда керемет салаттың жасалу жолын сіз де үйреніп алатын боласыз. Қиярды қиғаштап турап, ұзыншалап, қатты жіңішке етпей осылай турап аламыз. Және болгар бұрышында тазалап жуып аламыз да осылай ұзыншалап қияр секілдетіп турап алатын боламыз. Енді көк жуамызды жақсылап жуып алып, оны да жіңішкелеп тураймыз. Және сәбізді үккіштен өткізіп алатын боламыз. Татымына қарай тұз салыңыз, паприка, чили қосыңыз. Одан кейін кішкене ғана сұйық май қосыңыз, 2-3 ас қасықтай. Ең соңынан соя соусын құйып, жақсылап тұрып араластырсаңыз, салатыңыз өте керемет болып шығады. Бастысы ащы тәбет ашатын болады. Қалауыңызға қарай, егер ұнатсаңыз, тойымды болғанын қаласаңыз, дәл осыған етті немесе піскен қуырылған етті, немесе жаңағы ысталған тауық еті болады ғой, копченый деп жатамыз ғой, соны қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Мен осылай жеңіл түрін жасадым, өйткені етті еш нәрсені пісіріп тұрмайтын, бірақ бір ащы салат керек болды, сондықтан осылай жасадым. Сіз де жасап көріңіз.